Айтсам ішіп жатырмын, көріңізші деді. Содан кейін приступ ұстағаннан кейін скорый шақырдым, ертесіне врачқа жіберді, барып УЗИ-ға түсіп едім. Оң бүйрегімде 12 тас бар деді. Содан кейін бальзамды іштім, біреуі бітті, түк өзгеріс болған жоқ. Екіншісін алып іштім. Екіншісі біткен кезде, бітейін деп қалған кезде, түк результат жоқ. Несін алып ішемін деп ойладым. Шыны керек. Содан бітіп не алған кезде приступ ұстады менде. Вообще бауырым ісіп кетті, не үлкен дәретке отыра алмай қалдым, не кіші дәретке отыра алмай қалдым. Жаттым бүктеліп. Скорыйды 2 рет, 3 рет шақырдым. 2 күн үйде жаттым. Скорый келеді, укол салады, жақсы боламын, кішкене тұрам. Түн ішінде қайттан ұстайды, толғақ қосады. Сөйтіп, ол кезде неға жоқпын, сөйтіп күйеуім айтты, айлық түсті ғой, барып Алматыға барып емделгіш, күнде бүйтіп скорый шақырған шығады. 2-3 күн үйде болдым. Понедельникті күттім, бізде мұғалімдер қағазымды өткізіп кетейін, оқушыларымды басқа мұғалімді дұрыстап табыстап кетейін дейміз ғой. Ауырсам да сөйттім. Дүйсенбі күні барлық қағазымды бір тиянақты мұғалімге табыстап, бір аптаға кетіп баратырмын. В общем, классымды жақсылап оқытып кеттім. Сөйтіп жүрген кезде менде спазмалар тарады, уже приступ жоқ. Алматыға барып анализ тапсырдым. Қызым айтты, күнде келіп отқан жоқсың, бәрінен өтші деді. Қанымды да тексерттім, холестерин, сахар бәрін тексерттім. Анализдің өзіне бір 50 мың жұмсадым. Содан сөйтіп жүрген кезде анализ бүйрегімді түсіріп едім, сана деген неге. Суставный центр бар ғой, платный, коммерческий. Соған түсіріп едім, бүйрегімізде 3,5 миллиметрлік бір тас бар деді. Содан кейін сол кезде менің миыма барды. Обострение болады деп еді, менде обострение болған екен ғой. 12 тастан 1 тас қалған. Дәрігерге бардым ғой, барып неғаны дәрігердің де консультациясын нені алып. Содан қызым айтты, бір жердің анализімен сен бәлен дәрі ішесің бе, тағы екінші жерге бар деді. Сөйтіп урологический центр деген сенбеді. Сенбеді, салыстырып көрші деді. О жерге де барып едім, ол да айтты, 3,5 миллиметр бір тас бар деді. Екеуінің несі бірдей болды, результат. Содан кейін врачқа кірдім жаңа результатпен. Сөйтіп едім, ол маған мынандай дәрі жазып берді. Укол, дәрі. Содан кейін барғаннан кейін мен аяғым 5 жыл болды. Аяғым жыл сайын емдетемін, суставный центрға барып. Тіземнен жүре алмай қалам. Дәретке отыра алмай, туалетке отыра алмай, тікесінен тұратын. Одан кейін оны да тексерттім, бүйрегімді тексерттім, бауырымды тексерттім. Бірақ дәрілерді барлық врачтан жаздырып алдым. Аптекаға барған едім, көрейші, бағасын білейші дедім дәріні. Сөйтіп едім, бізде адам көп, сіз мына телефонға, визиткасын беріп телефонмен, домашний телефонмен звондап біліңіз. Бізде сонда специально отыратын адам бар деді. Центральный аптекасына барып едім. Содан кейін үйде ешке қарай звондадым. Сөйтіп едім, бәрін қосып едім, 189 мыңға дәрі жазып бердім. 3 врач. Бүйректің, суставный аяқтың, содан кейін бауырым істі деп, бауырымды түсірдім УЗИ-ға, ұйқы безін көрдім. Содан кейін бүйректі бір емес 2 рет түсірдім. Ақыры келдім ғой, женский жағым қандай екен деп, женский жағым түсірдім. Содан кейін менде емшекте проблема болды. 2 жыл болды. 3 ай сайын дәрі ішіп, неге таразға түсіреді. Өзгеріс болған жоқ дәрі ішкен кезде, кішірейген жоқ. Осыдан кейін 2 аймен ауырған кезде Алматыға барғанша 2 курс лечение іштім ғой. Сол кезде 2 миллиметр кішірейтті емшектегі киста. Сол емшегімде. Оң емшегімдегі мастопатияны жоқ деді. Ол әшейін гормональный өзгеріс жасыңызға, возрастыңға қарай. Онсыз проблема деп ойламаңыз. Содан кейін енді келдім да, келгеннен кейін енді уколдар алдым біраз. Жаңа плазма дегенді мен сол кезде бірінші рет түсініп отырмын. Плазма деді, жасаймыз аяғыңыз деді. Маған жаңағы геларин ба, сондай жеткіз құяды ғой тізеге. Мен уже 5 жыл болды, жылына барып құйғызадым. Соны 6 ауын құйғыз деді, мен 6 ауын ақшам жоқ дедім. 24 мың тұрады екен қазір. Содан кейін онда сізге плазма жасайық деді. Жақсы деп жасадым, бағасын өзі айтқан жоқ. Сөйтсем плазма жасағанда өзіңізден қан алады екен да, көз алдыңызда аппаратқа қойып, тұндырып алады, тазалап алады екен да, қаны астында қызыл үстінде. Сонда маған айтты, сіздің плазма қаныңыз суы мөп-мөлдір тап-таза деді. Мен өзім сол кезде миыма, ана жерде жатырмын ғой, тіземе жаңағына сал күтіп, сол кезде миыма сол кезде бар, тап-таза. Сіздің
сіз бұрын сараумен ауырдым дедіңіз, сіздің қаныңыз таза шықпай ма деп ойлап едім, плазмаға жарай ма жарамай ма деп ойлап едім, сіздің қараңызшы қаныңыз тап-таза деді врач ше. Содан кейін сол тұндырып алады екен да, соны суставқа салады екен. Ол барлық воспалительный процесті жақсартады деді. Соны салдырдым, бір емес 2 рет жасаттым. 34 мыңнан 68 мыңға жасадым. Содан кейін келдім да, мен мына 3-ші курсқа шейін алайын дедім да, сразу звондасам, жоқ екен. Бальзам жоқ деді ол кезде. Жұлдызайдан сұрадым, сіздерге звондадым. Аға, бізде бальзам пока жоқ, дүйсен болады деді. Күтіп жатырмын, қашан дүйсен болады екен. Соны алдым 3-ші курс лечениесін алып, ішіп жатырып, 3 күннен кейін менің емшегімнен қандырым ақты. Мен оны білмеймін, бүйтіп анау баланы емшектен шығарған кезде сыздайды ғой, соғысып, ісіп, сыздады. Анау мен чаттағы результаттарды оқымаса, мен ойбайлап, жылап, тағы больницаға жүгіретін едім. Менде осложнение болады деп, уже сол кезде миыма барды. Содан кейін түнде ұйықтасам, ночнёшканы таңертең тұрсам, сондай былғанғанда қандырым қатып-қатып қалды. Соны бузаторды киіп, неғып едім, тағы былған. Тампон қойып қойдым. 2 тампонды тастадым, 3-ші тампоным таза қазір. Ал енді мынау ісігі қайтып кішірейіп әлі бірақ бар. До конца ішіп жатырмын. Енді ол неғана екен, осы емшектегі результат неғана екен, өзгеріс болған мен қазір 2 мезгіл ішіп жатырмын. Таңертең және түнде. Қайметсіз.